Сендер елестерге немесе тылсым күштерге сенесіңдер ме? Өйткені бүгін біз кей-поп индустриясындағы ең қараңғы қорқынышты тұстарына саяхат жасаймыз. Ұнап жатыр ма? Ендеше лайк басып қой. Айдолдарда былай қарағанда біз секілді қарапайым адамдар. Олардың өмірінде жұмбақтар да жетерлік және көптеген қорқынышты сәттерге де толы. Оны ешбір сахнаның шамы да, жанкүйерлердің айқайы да түсіндіре алмайды. Бүгін сендер шындық пен тылсым күш тоғысатын әлемге енесіңдер. Сондықтан жарықты сөндіріңдер. Өйткені қазір айтылатын оқиғалар сендердің қандарыңды суытып, бойларыңды түршіктіріп жібереді. Бұл жай ғана шығарылған аңыздар емес, шынайы оқиғалар. Көптеген айдолдар өздерінің елеспен кездескен қорқынышты оқиғаларын айтып берген. Тіпті компанияның ескі ғимаратындағы қорқынышты жаттығу бөлмесі жайлы аңыз да бар. Кейін SM Entertainment жаңа ғимаратқа көшеді, бірақ одан бұрын эспа тобындағы Карина сол жаттығу бөлмесіндегі елеспен бетпе-бет келіп үлгерді. Ол оқиға туралы Карина мен Винтер бірге айтқан болатын. Екеуі кішкентай вокалдық бөлмеде отырғанда, Винтер бір ерекше әуенді ыңылдап айтып отырған еді. Сол сәтте оған Карина да қосылып әндетіп тұрғандай болып естілді. Винтер таңқалып, «Сен бұл әнді қайдан білесің?» деп сұрады. Бірақ Карина мүлде түсінбей, «Мен ондай ән айтқан жоқпын» дейді. Сол кезде бөлмеде үшінші дауыс шықты. Ал шындығында бөлмеде тек екеуі ғана болатын. Басқа бір сұхбатта Карина өзінің жеке қорқынышты оқиғасымен де бөлісті. Ол түннің бір уағында жаттығып жатып байқамай ұйықтап кетеді. Көзін ашқанда қасындағы үстелде біреу отырғанын көреді. Бірақ ол адамның тек аяғы ғана көрінді. Аяқтары орындықта жай ғана алға, артқа тербеліп тұрды. Ал денесінің жоғарғы бөлігі жоқ еді. Ал оңтүстік Кореядағы ең танымал әрі сүйікті әншілердің бірі IU. Ол да талай рет тылсым құбылыстарға байланысты болған оқиғаларын айтқан. Бұл оның мансабының ең алғашқы жылдарында басқа көптеген айдолдар сияқты жатақханада тұрған кезінде болған еді. Бір күні түнде IU бөлмесінде ұйықтап жатқан болатын. Кенеттен түсінде ме әлде оянып үлгермей жатқаны ма белгісіз, құлағына біреу сыбырлап, «Мен сені жақсы көремін» деген дауысты естиді. Бірақ бұл жай ғана сыбыр емес еді. IU құлағының дәл жанында біреудің демін шынымен сезілгендей болды. Сол сәтте IUды үрей билеп, денесі қимылсыз қатып қалды. Ол мұның бәрі шын ба, әлде қорқынышты түс пе, түсіне алмай қалды. Көп ұзамай IU ол жатақханадан көшіп кетті. Бірақ тылсым оқиғалар мұнымен бітпеді. Кейін дәл сол жатақханаға Sunny Hill тобының қыздары қоныстанды. Олар да дәл сол елеспен бетпе-бет келгендерін айтты. Қыздар ғажайып, түсініксіз құбылыстарды байқағандарын және өздерін бір тылсым нәрсенің қасында жүргендей сезінгендерін мойындаған. Бұл оқиғалар көпшілікті жатақханада шынымен де бір тылсым күш бар екеніне сендірді. Ал 2016 жылы Blackpink тобындағы Lisa өзінің ең жұмбақ оқиғаларының бірімен бөлісті. Бірде ол төсекте жатып телефонын қарап жатады. Сол кезде Jisoo жуынатын бөлмеде болатын. Кенеттен Lisa бөлмеден тысқары бір көлеңкенің жылт етіп өткенін байқап қалады. Ал қарсы жақтағы келесі бөлмеде Rose болатын. Сондықтан ол Розеге «Қайда бара жатырсың, бұл сен бе?» деп дауыстайды. Бірақ жауап күтпестен дәл сол сәтте Розенің дауысы өз бөлмесінен естілді. Jisoo жуынатын бөлмеден қайтып келгенде, Lisa оған болған жағдайды айтып береді. Jisoo әзілдеп, «Мүмкін енді ол сенің бөлмеге кіріп кеткен шығар» дейді. Бірақ бұл қалжың көп ұзамай қорқынышты шындыққа айналды. Келесі күні Lisa түнгі қорқынышты жағдайды бастан кешті. Ол ұйықтап жатып қимылдай алмай қалады. Санасы ояу, бірақ денесінде әлде бір нәрсе қатты басып тастайды. Ал төсегінің шетінде бір ер адамның сұлбасы үнсіз, қозғалсыз отырғанын көреді. Қорқыныштан тұла бойы сіресіп қалған Lisa ештеңе істей алмады. Тек көзімен ғана бақылап жатты. Бұл оқиға оның жан дүниесінде терең із қалдырды. Содан бері ол елестер мен түнгі көріністерден қатты қорқатын болды. Lisa бұл тәжірибеден кейін әлде қайда сақ жүретінін және шын өмірде олардың жатақханасында бір тылсым күш бар болуы мүмкін екенін ойлайтынын айтқан.
Тағы бірде BTS тобы студияда жаңа ән жазумен бірнеше сағат бойы әбден әлек болып, аз уақытқа демалуға кеткен еді. Қайтып келген соң, олар жазған тректерін қайта тыңдап көрмек болады. BTS мүшелерінің таңданысы шексіз болды. Өйткені қайта келгенде олардың жазбасы мүлде жоқ еді. Пленка бос, ал студияда ешкім қалмаған. Олай болса кім өшірген? Бірақ тылсым құбылыстар мұнымен аяқталған жоқ. Олар қайтадан трек жазып көруге тырысты. Бірақ интро музыкасының орнына микрофонмен бір беймәлім дауыс естілді. Ең қорқыныштысы, сол сәтте жігіттердің еш қайсысы сөйлемеген, бәрі үнсіз отырған еді. Бұл оқиғаны көпшілікке Чонгуктың өзі айтып берген. Ал Шайни тобындағы Тейменге келсек, ол стажер болған кезінде түн ортасына дейін залда жалғыз қалып жаттығуды әдетке айналдырған еді. Бір түні ол әдеттегідей дайындалып жатқанда, кенеттен дәліздің соңындағы бөлмеден әуен естиді. Бұл оған бір түрлі көрінді, себебі осындай уақытта ешкім жаттығуы мүмкін емес еді. Қызығушылығы оянып, Теймен есікті ашып қалды, бірақ бөлме бос болатын. Сол сәтте бойын қорқыныш билеп, ол есікті тарс жауып, дәлізбен жүгіріп кетті. Жүрегі дүрсілеп, өміріндегі барлық сәттері көз алдына кино сияқты сырғып өтті. Дәл осы кезде басқа бір бөлмеден пианиноның барлық пернесін қатты басқандай шыңғыра шыққан үн естілді. Бұл Тейменді одан сайын қорқытып, ол ештеңеге қарамай ғимараттан қашып шықты. Кейін бұл оқиғаны Шайни мүшелеріне айтып бергенде, бәрі қатты таңғалды. Теймен болса сол түні көргенін ешқашан ұмытпай, бос дәліздерде шынымен де бір тылсым күш бар екеніне көзі жетті. Бірақ бұл ғана емес. Бір түні Мамобо тобының Солар есімді мүшесі бөлмесінен шыққан бір түрлі аяқ дыбысынан оянып кетті. Көзін ашса, жанында Хваса тұр екен. Оның үстінде тек іш киімі ғана болғандықтан, Солар бастапқыда әзілдеп, Жунуға барсайшы деп күліп жібереді. Бірақ Хваса ештеңе айтпай, үнсіз бұрылып бөлмеден шығып кетті. Бұл Соларға бір түрлі көрінді. Таңертең оянғанда, ол сұмдық шындықты білді. Сол түні Хваса жатақханада болмаған. Осыдан кейін топ мүшелері жатақханада талай тылсым оқиғалардың болғанын айтып, Хвасаның елесі жиі келетін деп, қалжың аралас қорқынышты елестерімен бөлісті. Бұл әңгімелер жанкүйерлер арасында тарап, олардың да жүрегін дүрсілдетіп, сүйікті айдолдарының өмірінде шынымен де тылсым күш бар ма деген ойға қалдырды. Сондықтан бұл оқиғаның паранормалды құбылыстармен байланысты екенін ешкім күмәнданбады. Ал Эксо тобындағы Чаньоль жатақханада болған ең жан түршігерлік оқиғасымен бөліскен. Бір түні ол бөлмесінде жалғыз жатқанда, есікке қарай жақындап келе жатқан аяқ дыбыстарын естіген. Әуелде ол, бәлкім, топтағы жігіттердің бірі бір нәрсе сұрауға келген шығар деп ойлап, кім ол деп айғайлаған, бірақ ешқандай жауап болмады. Аяқ дауысының сыбдыры барған сайын қаттырақ шығып, тура оның есігін алдына тоқтады. Сәл қобалжыған Чаньоль есікті ашып, дәлізге қарады, бірақ ол жақта ешкім жоқ еді. Ол дәлізге қайта шыққан сәтте бүкіл жол қараңғылыққа батып тұрғанын аңғарды. Ол қанша айғайласа да ешкім жауап бермеді. Кейін топтағы ешкім ол дәлізде ешкім болмағанын айтқан. Содан бері Чаньоль жалғыз түнде қалудан қатты қорқатын болыпты. Бірақ ең қорқыныштысы Сухённың оқиғасы. Бір түні ол кенеттен оянып, төсегінің жанында біреу тұрғандай сезінді. Қараңғы бөлменің ішінде ол ұзын, ақ көйлек киген әйелдің бейнесін көреді. Әйелдің бейнесі дәл қорқынышты фильмдердегі елестерге ұқсайтын еді. Ұзын қара шашы оның жүзін толық жауып тұрған. Ол әйел төсектің жанында қимылсыз тұрып, тікелей Сухёнға қадалып қарады. Сухён қорқыныштан сілейіп қимылдауға, тіпті қатты тыныс алмауға да тырысты, тек назарын аударып алмау үшін. Оның жүрегі кеудесін жарып шығардай соғып тұрды. Ол тіпті көзін жұмаудан да, айқайлаудан да қорықты. Әлгі бейне бірнеше секунд тапжылмай тұрды да, кенеттен ауада еріп кеткендей, біртіндеп жоғала бастады. Оның артында тек тылсым салқындық қана қалды. Эйдзи тобындағы Минги де осындай сұмдықты бастан өткерген. Ол бір түні залда жалғыз бей қимылдарын қайталап жүргенде, айналасында бір түрлі дыбыстарды естіпті. Бір сәтте оның иығына біреу қолын қойғандай болды. Бәлкім топтағы жігіттердің бірі келді ме деп ойлап, ол артына қарады, бірақ ешкім жоқ еді.
Менге өзін жайсыз сезінсе де жаттығуын жалғастырмақ болды. Бірақ артынша тура құлағының түбінен түсініксіз сыбыр естіді. Дауыстың мағынасы анық болмаса да, тым жақыннан шыққаны соншалық оның бойын мұздай қорқыныш биледі. Артына қайта қарағанда ешкім жоқ еді. Сол сәтте ол жаттығуды тоқтатып, залдан қашып шықты. Кейін ол түнде жалғыз қалудан қорқып қалатынын мойындады. Бұл оқиға оның есінде әлі күнге дейін сақтаулы. Тіпті ол мұны паранормалды кездесу деп санайды. Міне біздің қорқынышты оқиғаларымыз осымен аяқталды. Бұл тылсым кездесулер айдолдардың ғана емес, олардың жанкүйерлерінің де жанында қалды. Сену немесе сенбеу өз еріктеріңде. Бірақ сахнаның жарқыраған жарығының артында шынымен де түсіндіруге келмейтін құпиялар жасырын болуы мүмкін. Ендеше пікірде өз ойыңды жаз. Сен мұндай оқиғаларға сенесің бе? Бұндай оқиғалар басыңнан өтті ме? Комментарийге жазып қалдыр, бірге оқиық. Келесі видеода кездескенше сау болыңдар.